Бұл бізде өкпе 84-ші препарат гематоксилин өзімен боялған. Ең алдымен кіші ұлғайтқышпен біз оның орташа бронхтарын, кіші бронхтарын, сосын альвеолаларын ажыратып аламыз. Одан кейін үлкен ұлғайтқышпен орташа бронхтың құрылысын ажыратамыз. Онда біз оның бронхтардың кілегей қабығын мына жерге дейін. Одан кейінгісі кілегей асты негізін, мұнда 5-ші номермен белгіленген. Одан кейін бізде фиброзды шеміршек қабығы, одан кейін адвентициальды қабығын ажыратамыз, яғни 7-ші номермен белгіленген. Енді бронхтың кілегей қабығына келетін болсақ, онда бізде көп қатарлы кірпікшелі эпителийді, одан кейін меншікті пластинкасын, сосын ет қабығының ет пластинкасын ажыратамыз. Ал кілегей асты негізінде біз кілегейлі белокты бездерін ажыратамыз, дөңгелек болып тұрғандарды. Одан кейін фиброзды шеміршек қабығы, мұнда 6-ші номермен белгіленген. Одан кейін адвентиция қабығы, жаңа айтып кеттік. Енді осы орташа бронх пен кіші бронхты қалай ажыратамыз? Кіші бронхтың ерекшелігінде онда бізде шеміршек пен бездің болмауы, және де көп қатарлы эпителий 2 қатарлыға, одан кейін 1 қатарлыға алмасуын айтамыз.